астында күн сөнгенше сөнбейміз, ел алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Мен Жан Шыңғыс, құрылып жатқан Алаш партиясының мүшесімін, Алматы облысы бойынша жауапты қызметкер. Бүгін 2021 жылдың 29 сәуір күні біз Алматы облысы Еңбеш Қазақ ауданында орналасқан саяжайлардың біріне кеп, азаматтар мен қарапайым саяжай тұрғындарымен кездесіп, оларға электрондық цифрлық кілт жасап жатырмыз. Бұл жұмыста бізге қолдау көрсетіп отырған Еңбеш Қазақ аудандық әкімшілігі және де депутатымыз, мәжіліс депутаты Ирина Владимирқызына алғыс айтқымыз келеді. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі карантин уақытында көптеген азаматтарымыз, әсіресе саяжай тұрғындары көп көмек ала алмай отыр. Олардың негізгі себебі олардың электрондық цифрлық қолтаңбалары жоқ, біріншіден. Екіншіден, көп азаматтар денсаулығына байланысты емделе алмай бізден көмек сұрап отыр. Біз сондықтан да осы қарапайым халықтың мәселесін шешу үшін бүгін саяжайға кеп электрондық цифрлық кілттерін жасатып беріп, және де олардан арыз шағым қабылдап отырмыз. Не айтқым келеді? Қазіргі таңда елімізде миллиондаған жуық азаматтар саяжайда тұрады. Олардың мәселесі шешілмейді. Себебі олар бір адамға тәуелді, төрағаға. Ал саяжай тұтынушы заңы бойынша әкімдер олардың жұмысына араласа алмайды. Сонда бұл Қазақстанның азаматтары екі ортада қалып, ешқандай көмек ала алмай отыр. Оларда ешқандай көмек жоқ, ауруханалары жоқ, инфрақұрылымдары жоқ, және де әлеуметтік жағдайына байланысты көмектер бұл кісілерге жетпейді. Сондықтан біз өз тарапымыздан ұсыныстар жібергенбіз. Үкіметке саяжайлардың бәрін таратып алу статусын берсін. Оған тағы бір негізгі себеп қарапайым азаматтарымыз саяжайда тұратын. Баспанасы болмағандықтан осы саяжайларда жыл бойы тұрады. Олар бау-бақшамен айналыспайды. Бұл мемлекеттің тарапынан дұрыс жұмыс жасалмай жатқанның себебі. Сондықтан біз өз қолымызға осындай белсенділікті алып, жұмыс істей алатын азаматтармен қоян-қолтық жұмыс істеп халықтың мәселесін шешіп отырмыз. Ойланатын уақыт жоқ. Карантин уақытында көп азаматтардың қиыншылығы айқын білінді. Оның негізгі себебі азаматтар нақты көмек аламау және олардың тіркеулері болмау, баспана болмай, әрбір факторлар әсер етіп жатыр. Сондықтан сөзден іске өтетін уақыт келді. Міне Алаш партиясы қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетіп отыр. Осы біздің мысалымыздың негізінде нақты халыққа көмек беріп, өстіп қоян-қолтық халықпен кездесіп жұмыс істеу керек деп санаймын. Рахмет. Халықтан жоғары халық, әрбір Қазақстанның азаматы лайықты өмір сүрсін.